Әл-Фараби әлемнің екінші ұстазы, шығыс философиясының жарық жұлдызы, ғұлама. Әл-Фараби қазақ елінің мақтанышы, өйткені Отырар қаласының тумасы. Бала кезінен ілімге құштар болған. Құштар болғаны соншалықты Шам, Испеджаб, Бағдад, Дамаск қалаларынан білім іздеген. Білімнің шыңына жетіп, ғылыми жаңалықтар ашқан. Логика, математика, астрономия, музыка, медицина салаларына үлесін қосқан. Әл-Фараби ғылым саласын екіге бөліп қарастырады. Теориялық ғылыми сала және де практикалық ғылыми сала. Маған қызығырақ болғаны практикалық ғылыми сала. Өйткені 21 ғасырда практикалық ғылыми сала сұранысқа ие. Америка философы Пирс айтпақшы, әрбір ашылған ғылыми жаңалық теориялық тұрғыда қалып қоймау керек. Ол практикалық тұрғысынан іске асу керек. Әл-Фарабидің еңбектерін жеке-жеке қарастыруға болмайды. Өйткені оның еңбектері бір-бірімен қабысып тұр, және де әлі күнге дейін құнды әрі өзекті. Әл-Фараби өзінің қайырымды қала тұрғындары және де бақытқа жол сілтеу атты еңбегінде бақытты қалай түсіндіреді. Жалпы, жер бетіндегі адамдардың барлығы бақытты болғысы келеді. Бақыт феноменін ежелгі грек ғалымдары ғылыми тілде, батыс ғалымдары утопиялық тілде түсіндірсе, Әл-Фараби барлығына түсінікті тілде жазған. Ибн Сина бақытты денсаулықта, ал Абу Хамид Әл-Ғазали бақыт деген ол көркем мінезде, көркем мінез иманнан, ал иман екі дүниенің де бақытын әкеледі деген. Әл-Фарабише бақытты жанмен байланыстырған. Әл-Фарабидің айтуынша адам екі бөліктен тұрады, тән және де жан. Біз тәнімізді әрқашанда қамтамасыз етіп отырамыз. Киім-кешек, көлік, қыдыру, бұның барлығы тәннің азығы. Қазіргі таңда көптеген адамдар байлық пен бақытты шатастырады. Ол мүлдем дұрыс емес. Және де жанымызды біз оқу, білім, ғылым арқылы азықтандырамыз. Адам ізденген сайын көкірек көзі ашылып, рухани өсе түседі. Және де жеке адам бақытқа жете алмайды. Адам қоғаммен бақытты. Тек қоғам ғана жеке адамды бақытқа жетелейді. Әл-Фараби осыны айтады. Егерде қоғамдағы адамдар бір-біріне қайырымды, мейірімді болатын болса, сол қоғамда өмір сүріп жүрген адамның өзі бақытты емес пе? Расымен де бақытты. Бірақ та қазіргі таңда көптеген адамдар рухани аш. Әділетсіздік, ұятсыздық, жемқорлық, бұның барлығы рухани аш болғандықтан туындап отыр. Демек біз рухани аш болмау үшін өзіміздің жанымызды азықтандырып, әрқашан ізденіс үстінде жүруіміз керек. Әл-Фараби айтады, бақытқа жол көрсететін адамдардың бірі ол философтар. Ал мемлекетті басқаратын адам ол философ болу керек дейді. Философ деген жалпы кім? Ерте кезде бір емес, бірнеше ғылымнан жаңалық ашқан адамға философ деген атақ берілген. Демек, мемлекетті басқаратын адам ойы терең, ақылы кең адам болу керек дегісі келіп тұр. Және де Әл-Фараби өзінің қайырымды қала тұрғындары атты еңбегінде басшының 12 жақсы қасиетін көрсеткен. Және де сол басшының көмекшісі жастар болу керек дейді. Ал жастар дегеніміз мына мен және де сен. Әл-Фараби мінсіз мемлекеттің жобасын ұсынған. Жер бетіндегі мінсіз мемлекеттің моделі Қазақстан болу үшін жастар әрекет етейік.